Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар? Бізде бүгінгі видеомыз осы үй жайлы болады. Мына жұмысымызды аяқтап, Құдай қаласа тапсырған жайымыз бар. Видео ұнаса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар ағайындар. Және видеоны толық көріңіздер. Міне ағайындар, бізде бастамасы осылай басталған. Үй осылай тұрды. Біз барғанда штукатуркамен, фундамент бетонмен тұрды. Соны кішкене правиламен, песокпен равнять еттік. Және ары қарай жұмысымызды бастадық. Бұл жерде стенада жеткей травертин болды. Жеткей травертин Гауди фирмасынікі болды. Және бізде мына жерде трапецияны келтіру кішкене ой салуға тура келді. Сондықтан бұны ойластырып керпештің рисункін салдық болған. Және мына жағы 3D узормен кетті. Терезенің айналасына гипстен заказ беріп, каждый терезе 8 теңгеден түсті гипстері. Подогонегіне сыртқы гранит ұрдық. Ал фундаменті керамогранит болды бұл жерде. Мына жерде бастап жатқан кезіміз грунтовка жағылып, бірінші очередь тағы да қайталап айтып кетсем, грунтовка жағылады. Грунтовка темный түрі болады және светлый түрі болады, ақ. Біз ақ түрін таңдадық. Өйткені ішіне отметка берген кезде сызығымыз жақсы түседі, светлый таңдасаңыз. И ақ сызық ретінде екінші рөлді атқарады. Мына жерде уже грунтовка жағылып, отметка беріліп жатыр. Каждыйын бізде 350 шықты размер биіктік висада, сондықтан 30 сантиметрден каждый полосаны жібердік, және 5 сантиметр арасындағы узорға қалды. Сонда 35 сантиметрден белгіледік біз. Шетіндегіні 5 сантиметр бұрыштан, одан кейін каждый 5-5-5-тен атыла береді. Сонда 2 кубик шығады бұл жерде. Көлденең жоғар жағын осылай аттық. Шетінде, екі шетте кубик қалдырдық. Негізі мына терезенің жанына гипс түсетін болғандықтан 15 сантиметр осындай отметка бердік. Байқасаңыздар көрінеді. Каждый 30-35 сантиметр сайын. Және скотчымыз біз 0,5-тік таңдадық. 0,8 болады, 1 сантиметр болады. Қалындап кете береді. Негізі жұқаға қылған жарасымды болады. Міне қарасаңыздар, ішінде 1 кубик, сыртында 1 кубик болады. Осылай грунтовкадан кейін атып аласыз. Одан кейінгісі травертинді жағып бастаймыз. Міне травертин осы. Гауди фирмасы. Бұл енді қою болып тұрады. Соған кішкене су қосып, миксермен араластырып дайындап аламыз. Егер қолмен жағатын болсаңыз, қатты сейілтудің керегі жоқ. Ручной шпательмен жағылатын болса, біз енді пульверизатормен шашатын болғандықтан сұйықтау қылдық кішкене. Скотчтарды жабыстырдық қазір. Күн ыстық болғандықтан скотчтар көтеріліп кетеді. Сондықтан жаңағыдай кішкене шпательмен ыстатып қоямыз осылай. Әр жерден. Скотч тартылады. Одан кейінгісі уже компрессормен шашыла бастайды. Шашылады, шашылғаннан кейін бетін шпательмен текстеп жереміз кішкене, малкамен болмаса. Сосын қатып қалмай тұрып, осылай скотчты алып тастаймыз. Сонда рисунок шығады бізде. Одан кейін міне ақсыз қойып шықты, өйткені асты ақ грунтовка болды. Соны енді астыңғы Г-образный қылып, темныйға бояп шығамыз. Міне боялу барысы бітті бізде. Бояу жағы енді
кішкене щеткалар болады 5 мм. Соны алып кішкене құтыға краска шығарып аласыздар. Акрилді фасадный краскалар бар, эмульсия сияқты. Содан 1-2 килограмм алсаңыз полный жетеді. Соны кистімен аккуратно жағып шығасыз астыңғы сызыққа. Және кепкесін шпательмен бетін бір-бір қырып шығасыз. Сонда скотч жабысқан жердегі майда грубый жерлер кетеді. Одан кейін мына жерде соңғы жұмысымыз уже лак. Лакта обычный осындай жаңағы стенаны бояйтын кисточкалар бар үлкен. Бізде енді ауылдық жерлерде үйді ақтауға арналған ақ щетка деп айтады. Сондай щеткамен жақсаңыз болады. Неғұрам лакты 2 слой жағып қалың жақсаңыздар, соғұрлым жасаған жұмысыңыз ұзақ кетеді. Және 1-2 жыл сайын қайтадан осылай лагын жағып тұратын болсаңыз, үйіңіз қайтадан жаңарып тұра береді. Және лактың бір қасиеті ұзақ жылдар бойы сақтайды үйді. Қайтадан 1-2 жыл сайын осылай бір слой жағып тұратын болсаңыз, жаңа қалпын сақтайды. Және міне ағайындар біткен кезі бұл. Бұл жерде біз көрсеткенімдей черновойге бастаған болатынбыз. Стена щеткий травертин, терезенің айналасы гипстен әрледік. Лестницамызда гранит қалдық. Және жан жағы фундаментті керамогранитпен қаптадық. Және мына жерде терезе болмағандықтан 2 рисунок жасап жердік. Мынау қазір оң жақ беті. Оң жақ бетінде осы трапецияға осылай келтірдік. Кирпичпен узор. Өйткені 3D узорымыз сыймайтын болды. Менімше жақсы жарасып тұр бұл жерде. Және бізде мына жақта 3-ші бет, артқы ұзын жақ беті. Тамның размерін сұраған кісілерге айтар болсам, 14-те 18 размері. Мынау 18 жақ беті. 18-ден бөлек бірақ трапециямыз. Размері 18-дің ішіне кірмейді. Және мына гипсті сұраған кісілер болса, светі колермен шығардық. Және мына жерде гранит. Алдыңғы видеода көрсеңіздер, гранитті қалай салғаным бар. Жаңағы рамканың светі P8 деген колер бар. Соны эмульсияға қосамыз, краскаға фасадный. Жартысына 50-50 травертин қосамыз. Сонда кішкене тас араласып, боялған нәрсе күшті болып шығады. Текст болып қалса да, сәнсіз болып қалады сырт жағы негізі. Мына жақ 14 жақ беті, 14 размері, 3-ші қабат, 3-ші бет. Мына бұрышта да осы кухняға трапеция жасаған, сондықтан бұл жерде де кіреберіс лестницаға дейін осындай кирпич жасадық. Сұрақтар болса комментке қалдырыңыздар. Және арнаның дамуына себепші болыңыздар ағайындар. Қазақша видеолар көп болсын осындай. Сіздің де хобби тірліктеріңіз болса, осылай видеоға ютубқа салсаңыздар болады. Әрдайым мен өзімде ютубтан ізденем көбінесе білмеген нәрселерімді. Сондықтан бір-бірімізді демеп жүрсек, барлығы ойдағыдай болады деп ойлаймын. Міне осылай. Ал барлығыңызға сәттілік. Осындай үй жақсы болсын. Және осындай ремонт жасап жатқан кісілерге тек сәттілік тілеймін.
фактура осылай шықты бізде. Ромбик ұзорды. Мына жер глухой стена болғандықтан сәнді болсын деп жасадық. Ал сәттілік, келесі видеода кездескенше.